Менің мысығым осы бір сүтті қатты жақсы көретін еді. Осы сүтті ішкенді жақсы көреді. Келеді ме екен мысығым? Кел мысығым. Мына бір сүтті қатты жақсы көретін едің ғой, сен білесің ба? Мысығым, сен осы бір сүтті қатты жақсы көретін едің, я? Сен сондай әдемі болып тұрсың. Күшті болып. Құйрығыңды көрсетші, құйрығыңды. Әні құйрығы бар, қараңдар. Мына бір сүт саған алып келдім ғой, ішіп ал. Ішіп ал. Мысығым, сүтті іше бер сен, жарай ма? Сен сүтіңді іше бер, мен үйді жинап тастайын, жарайды ма? Болды, мен қазір ар жақты жинап тастайым, сен сүтіңді ішіп отыра бер. Бүгін үй жинайын, полдарды сүртейін. Мына тазикпен алып келіп қазірнан ішінде тряпкалармен мына жерлерді сүртіп, барлық шаңның бәрін сүртіп, үйді тап-таза қылып қояйын. Мына жерлерді тазалап бүйтіп сүртуім керек. Үй тазаламасам үй кір болып кетіпті. Жердің бәрі мысықтың шаштары болып кетіпті. Мысығым не істеп жүр екен? Далада жүрген шығар. Жаңа берген сүтті ішіп, үйді жинай берейін мен. Мына жердің бәрін жинайын, тазалайын. Мен қараңдар не тауып алдым? Мынау деген мен мысығымның жақсы көретін печеньесі ғой. Сүтке батырып жегенді жақсы көреді өзі. Өзі қайда жүр екен? Осы печеньені таппай жүреді, өзі жақсы көретін печенье. Қайда жүр екен? Көрінбей қалып, сүтін ішіп жүр ме екен? Мысығым? Мысығым, қайдасың? Қайда кеткен? Наны жейтін еді ғой ол. Жемейді ме екен? Мысығым? Мысығым? Қайда жүр? Жейді ма? Өзі қайда жүр? Мысығым? Қош, келсе келеді, келмесе өзім же салады. Сондай дәмді. Өзімнің де қарным ашып тұр еді. Үй жинап жүріп, осыны жеп тауысып қояйын. Мысығым қайда екен? Мысығым? Мысығым, қайда жүрсің сен? Ұйықтап жатырмын. Ұйықтап жатырмын. Мен сені қанша рет шақырдым, келмедің ғой сен? Мен ұйықтап қалдым. Мен сені шақырғанымды естідің ба? Жоқ. Сүтіңді де ішпей кетіпсің. Мен сені не үшін шақырғанымды білесің ба? Білмеймін. Мен сені шақырған себебім, мен сенің жақсы көретін печеньеңді тауып алдым, үйді жинап жүр. Білесің ба? Білмеймін. Енді ол печеньені мен саған бере алмайым. Немсің? Мен оны жеп қойдым ғой өзім. Онда мен сүтін төгем. Сен неге сүтті төктің, мысық? Сенің мен печеньемді жеп қойдым. Жерге қойып қоймадым. Енді мен сені қанша рет шақырдым? 10 рет шақырдым. Мысығым деп сен келген жоқсың. Енді сен неге мына сүтті төктің? Мен саған ашуландым. Білесің ба мен не істеймін? Мен қазір сені барып, мына құйрығыңды жұлып алам. Көрдің ба? Қайтарып бер. Мен саған қайтармаймын мына құйрығыңды. Мен саған қайтару үшін сен маған сүтімді әкеп бересің. Сол кезде мен саған мына құйрығыңды қайтарам. Түсіндің ба? Мақұл. Бар, менің сүтімді тауып алып кел. Сиыр, маған сүт берсі. Саған сүт келек. Мақтағыз, менің құйрығымды жұлып алдым. Мен оның сүтін төгіп алдым. Сол мен құйрығымды қайтармай жатыр. Сосын сүт алғым керек. Менің қаным аз. Кел. Маған шөбә бер. Сүкесте саған сүт берем. Жарайды, шөбәп келем. Әй мысық,
Саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Не үшін келдің сен маған? Мяу, сен маған запырағыңды берші, шиыр айтып жатыр маған запырағыңды бер деп. Қарнаш, маған сүт бермей жатыр. Ей, мысық! Не үшін сен сиырдан сүт сұрап жүрсің? Мақта қыз бермейді ма саған сүт деген? Менің де мына жапырақтарым қурап кеткен, маған да су керек. Сен маған су әкеп берсең, мен саған өзімнің жапырақтарымды беремін. Мақта қыз мен құйрығымды жуар, соған мен сүт әпкелім керек. Маған сиыр сүт бермей жатыр. Мен бұған шөп апарсам, бұл маған береді. Ол саған сүт бере ма? Я. Сен оған шөп апарсаң, ол саған сүт берем деді ма? Я. Жарайды, онда сен маған су әкеп бер, жарайды ма? Жарайды. Мяу, суыңыз маған су берсі. Сен маған печенье әпкел. Мен саған су кеште су берем. Саған не су керек? Мен шөпке су қойым керек. Шөп сүлдеді. Маған шөп бермей жатыр. Сен маған тәтті әпкел. Су кеште су берем. Мысық тәтті печеньені іздеп дүкенге барады. Дүкенге барып, дүкеншіден тәтті печенье беруін сұрайды. Дүкенші айтады: мысық, сен оны не істейсің? Мен оны сұлу қызға алып барамын. Сұлу қыз маған шөп береді деп айтады. Дүкенші: мен саған тәтті печеньені беру үшін сен маған өз дәндеріңді алып кел, немесе тышқаннан дән әкел деп айтады. Оған мысық көніп, тышқанға дән әкелуге дүкеншіден сұранып кетіп бара жатыр. Жарайды, мен сізге тышқаннан дән әкелемін, сіз маған шоколадты печенье беруін сұрап кетеді. Тышқанға келіп, тышқан мені жемеші, мен саған барлығын беремін дейді. Мен сені жеметін болсам, сен маған дән бер деп мысық сұрап жатыр. Жарайды деп көнген тышқан өз үйінен барып тыққан дәнін әпкеледі. Дәнін әкеліп оны мысыққа береді. Қуанған мысық тышқанға: енді мен сені жемеймін деп дүкеншіге дәнді барады. Дүкенші қуанып, рахмет деп оған өзі сұраған тәтті печеньені береді. Тәтті печеньені алған мысық қуанғанына жүрегіне сыймай, оны алып сұлу қызға алып барады. Сұлу қызға барып: сұлу қыз, міне саған тәтті печенье алып келдім дейді. Сұлу қыз оған су береді. Суды алған мысық қуанып, оны талға барады. Тал оны алып қуанып: мен енді шөлімді қандыратын болдым деп оған өзінің жап-жасыл жарқырап тұрған шөптерін береді. Шөпті алған мысық: менің сүт алуыма аз ғана уақыт қалды деп қуанып, осы шөпті алып сиырға барады. Сиырға барып: сиыр, міне мен саған шөбіңді алып келдім деп шөбін береді. Оны қуанған сиыр: міне енді мен саған сүт беремін деп бір кесе сүтін дайындап қояды. Енді осы сүтті алып мақта қызға бер дейді. Мысық бірінші барып мақта қызға барады. Мақта қызға барып өзінің сүт әкелгенін айтады. Қуанғаннан мақта қыз таң қалып бұл сүтті қалай алғанын мысықтан сұрап жатыр. Мысық ол сүтті қалай алғанын айтып жатыр. Мен қандай жолдардан өттім? Мен бірінші сиырдан барып сүт сұрадым. Сиыр маған шөп әкелуімді өтінді. Ағашқа барып шөп сұрадым. Ағаш маған су әкелуімді өтінді. Мен барып сұлу қыздан су сұрадым. Сұлу қыз маған тәтті печенье әкелуімді өтінді. Дүкеншіге барып тәтті печенье сұрадым. Ол маған
дән әкелуімді өтінді. Соңында тышқаннан дәнді алып дүкеншіге бердім. Дүкеншіден печеньені алып сұлу қызға бердім. Сұлу қыздан суды алып ағашқа бердім. Ағаштан шөпті алып сиырға бердім. Сиыр маған соңында сүт берді деп өзінің қалай сүтті алған қуанып айтып отыр. Мақта қыз қуанғанынан мысықты қалай сағынғанын, оны қалай жақсы көретінін айтып жатыр. Екеуі енді айырылмастай дос болып, мәңгі бірге болып, Мақта қыз мысыққа құйрығын қайтарады. Достар, сіздерге ертегі ұнады ма? Иә. Ертегі ұнаса, Лайк басып, комментарийді түркеріп, колокольчик басыңдар. Всем пока!